рецептен кейін сырттан чикен алмайсыздар. Ең алдымен тауық қанатшаларын жуып, үстіне сарымсақты үкіштен өткізіп, паприка барлығын қосып, жақсылап араластырып, үстіне салқын су құйып, маринадтап қоямыз. Ендігі кезекте клярын дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнымыздың үстіне кукуруз крахмалын салып, оның үстіне түрлі дәмдеуіштерді саламыз. Мен неше қасықтан керек екенін барлығын, қандай дәмдеуіштер керек екенін барлығын описанияға жазып кететін боламын. Сол жақтан толығырақ қарап алсаңыздар болады. Міне дәл осы ұнымызды екіге бөліп, бір жартысына үстіне жұмыртқа және де салқын суымызды құйып, міне осылай жақсылап араластырамыз. Ұндарымыз іртік-іртік болмауы қажет. Міне осылай суда маринадта тұрған тауық қанатшаларын осылай екі клярға кезектестіріп аунатып, қызып тұрған майға осылай салып, екі жағын қызартып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Міне бізде қызарып, өте дәмді, күшті шырынды және де ең бастысы қытырлақ болып шығатын чикендеріміз дайын болды. Өте дәмді, сочный, күшті болып қытырлап, дәл ресторандағыдай шығатын крылышки.